Bugün üstü gördünüz mü? Onda bugün sabahımızı başlayız. 5 minut жинақталып алыңыздар, 5 минуттан кейін сабаққа шығады. Так, балалар, уақыт болып қалыпты, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз әйгілі бүкіл дүние жүзіне мәлім бизнесмен туралы. Оның есімі Джон Рокфеллер. Джон Рокфеллер 1839 жылы 8 шілдеде Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Азаматтығы Америка Құрама Штаттары. Ол сендірде жасылады. Осы алып сату кәсібіне бейім болған. Және 18 жасында өзінің алғашқы зауытын ашқан. Сонымен қатар өзінің айналасындағы қарапайым халықтың 90% қамтамасыз ете алған. Ол тарихта қалған тұлға. Ағай, сонда ол қандай зауыт ашқан? Ол жалпы мұнай шығаратын зауыттар ашқан, көптеген зауыт ашқан. Оның бизнес партнері темір жолдың бастығы болған. Ағайсыңдар, мұнайдың темір жолға не қатысы бар? Мұнайдың темір жолға тікелей қатысы болған. Себебі мұнайды бірінші жерден екінші жерге жеткізу үшін пойыздар қажет болған. Пойыздар арқылы Американың түкпір-түкпіріне мұнайды тасымалдаған. Тағы да ескере кететін жайт, құбыр арқылы мұнайды тасымалдауды Джон Рокфеллердің өзі шығарған. Так, балалар, сендерге үйге тапсырма Джон Рокфеллерді толық зерттеп беру. Осымен сабақ аяқталды, сау болыңыздар.
Джон Ракель сабағын тағдейді. 1899 жылы 8-ші шілдеде Нью-Йорк қаласында дүниеге келген бизнесмен туралы азаматтығы Америка Құрама Штаттарында. Джон Ракель ол 1899 жылы алып сату кәсібіне бейім болғанда дүниеге келген. Және 18 жасында өзінің алғашқы зауытын ашқан. Ол сонымен қатар өзінің айналасында алып сату кәсібіне бейім болған. 90% қаптамасы еталған. Және 18 жасында өзінің алғашқы зауытын ашқан. Сонымен қатар өзінің айналасындағы қарапайым халық 90% қаптамасы еталған. Ол тарихта қалған тұлға. Ағай, сонда мұнайдың теміржол тікелей қатысы болған. Мысал үшін мұнайды бір жерден екінші жерге жеткізу үшін пойыздар арқылы жеткізетін болған. Зауыт біраз жерде, ал мұнайды тұтынатын халық Американың әр бұрышында болған. Американың мына басына дейін жеткізу үшін міндетті түрде яқты билет.